Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез жасалатын банофи пайдың рецептін ұсынамын. Ең алдымен дайын печеньелерді блендермен езіп аламыз, ал егер блендер болмаған жағдайда оқтаумен ұнтақтап алсаңыздар болады. Ұнтақталған печеньеге осылай ерітілген сары май қосып араластырамыз. Печеньені формаға салып, осылай видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Қасықпен бастырып шыққаннан кейін осы дайын печеньемізді тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамыз. Сол уақытта крем дайындаймыз. Ол үшін сливкеге сахарный пудра қосып миксерлеп аламыз. Печеньені тоңазытқыштан алып, үстіне вареный сгущенка жағып шығамыз. Оның үстіне бөліктеп туралған бананды салып шығамыз. Кремді кондитерский мешокқа салып, осылай формочкалар шығарып, өз қалауымызша кремімізді жағып шығамыз. Және үстіне үккіштен өткізілген шоколадты сеуіп жіберсек болады. Дайын болған пирогымызды бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Одан кейін алып, дастарханға ұсына берсек болады. Бұл пирог көп уақытты қажет етпейді, сондықтан жасап көруге кеңес берем, әрі өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.